Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан өте керемет шығатын восточный пирог рецептісімен бөлісетін болам. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір қасық разрыхлителімізді, ванилинімізді және қантымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған майымызды салып, қолымыздың көмегімен майда крошка тәріздес масса дайындап аламыз. Міне, енді дәл осы массамыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, жұп-жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Ендігі кезекте начинкасына кірісеміз. Ол үшін бізге жаңғақ, мес, өрік және сгущенка қажет болады. Формамыздың ішіне пергамент бумагасын салып, жақсылап шеті жабыспас үшін майлап аламыз. Жарты сағат тынған қамырымызды формамыздың ішіне бортик жасай отырып, бір келкі етіп жайып аламыз. Одан кейін алдын ала дайындалған начинкамызды бір келкі етіп төсеп шығамыз. Оның үстіне сгущенкамызды құйып, жақсылап бір келкі болғанша жайып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің кереметтей пирогымыз дайын. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді каналымда күтемін.